Қайырлы күн қазақ елі, сіздермен әдеттегідей мен Рахат қазақтың блогері. Құрметті достар, менің YouTube арнама кіріп, осы видеоны қарап отырғандарыңыз үшін үлкен алғысымды білдіремін. Достар, бүгінгі видеоны соңына дейін қарауға мен сіздерге жақсылап тұрып кеңес беремін. Себебі бұл видеодан сіз аса маңызды ақпарат, өте пайдалы білім алатыныңызға мен 100% кепілдік беремін, құрметті достар. Сондықтан арнаға жазылмаған болсаңыздар, жазылыңыздар, және де видеоға алдын ала лайк басып қойсаңыздар әбден болады. Себебі бұл видео сіздердің үміттеріңізді ақтайды. Бүгінгі видеоның тақырыбы екінші болма кітабына талдау, немесе Қуаныш Шонбайдың бестселлер кітабы. Бұл мына менің қолымдағы кітап. Екінші болма Қазақстанда нөмір 1 бестселлер кітап. 120 мыңнан астам данамен сатылған қазақстандық нөмір 1 кітап. Құрметті достар, екінші болма кітабын бәріңіз де жақсы естіген боларсыздар. Ал бұның авторы жайлы білмейтін болсаңыздар, мен сіздерге дәл қазір сол жайлы ақпарат беріп өтемін. Бұл кітаптың авторы Қуаныш Шонбай, әйгілі ресторатор, Руми Гроуп ресторандар желісінің негізін салушы. Қуаныш Шонбай негізінен Таразда туып өскен, және де сол жерден шығып Түркияға барып білім алған. Одан соң бірнеше жыл маркетинг саласында ұстаз болып, колледжде және тағы басқа мекемелерде сабақ берген. Одан соң Алматы қаласына барып, Руми ресторандар желісінің негізін қалаған. Руми ресторандар желісі небәрі 2,5 жылдың ішінде Алматы және Астана қаласында 10-ға жуық нүкте ашылып, және ол Қазақстандағы беделді брендке айналған достар. Алайда Қуаныш Шонбай негізінен бұл кітабында айтып өтеді. Ол барлық қазақтарды, яғни қандастарын тек қана соңғы 2,5 жылда Руми Гроуптың жеңіске жеткен жылдарын ғана білетінін, алайда оның алдында 8 жылды аса қатты білмейтінін ол өзінің кітабында айтып өтеді достар. Яғни ол 8 жыл бойы банкротқа ұшырап, құлдырап, қайта тұрып, қайта құлап, сабақ алып, сәтсіздіктерінен сабақ алып, қайта нәтижелерге ұмтылып, ақыр соңында үлкен жетістікке жеткен достар. Бұл кітапқа дәл қазір шолу жасайтын боламыз. Жалпы екінші болма деген сөздің, яғни кітаптың тақырыбының атының қалай қойылғаны жөнінде сіздерге айтып өтейін, құрметті достар. Екінші болма, яғни екінші болма. Бұл бір қарасаң көп адамдардың ойына мынадай бір сұрақ келеді. Екінші болма деген бұл негізінен басқа адамдардан қалып қойма. Яғни айналаңдағылармен жарыс. Озып бара жатса, сен одан да қатты ұмтылып, одан озуға тырыс. Егер біреу ұмтылмай жатса, сен оның алды болуға ұмтыл. Дәл осылай айналадағы адамдармен бәсеке деп көп адам екінші болма деген тақырыпты солай түсінеді. Алайда бұл қате пікір, құрметті достар. Себебі екінші болма деген бұл басқа адамдармен, айналаңдағы жандармен бәсекеге түсіп, олармен жарыс дегенді білдірмейді. Бұл өзіңмен өзің жарыс деген мағынадан шыққан тақырып достар. Яғни Қуаныш Шонбай бұл кітапта ұлы Абай атамыздың мықты болсаң өзіңді жең деген сөзін өте жақсы келтіреді. Яғни адам бір жетістікке жету үшін алдымен ол өзін жеңу керек. Яғни айналасындағы адамдарды емес, бірінші өз ішін, өзінің эгосын, өзінің нәпсісін тыйып, соны жеңсе ғана үлкен жетістікке жетеді деп Қуаныш Шонбай ағамыз кеңес береді. Алайда ол сөздің негізінен ұлы Абай атамыз кезінде айтып кеткені белгілі. Демек, екінші болма, бұл сіздің екі болмысыңыз бар. Бірі идеалды, екіншісі қарапайым болмысыңыз. Егер қарапайым болмыста қалып қойсаңыз, онда сіз жұрттың барлығы секілді қарапайым өмір сүресіз, ешқандай ерекшеленбейсіз, сол мінезіңізбен, сол қалпыңызбен қалып қоясыз. Ал егер дамуға ұмтылсаңыз, жаңа білімдерді игеріп, жаңа нәрселерді көруге ұмтылсаңыз, онда сіз өзіңіздің идеалды образыңызға ұмтыласыз. Сол кезде сіз бірінші боласыз. Ал егер олай жасамасаңыз, онда қарапайым болып, екінші болып қаласыз. Міне, бұл кітап соған арналады. Яғни өзіңіздің қарапайым нәпсіңіздің жаман қасиеттеріңізді, жаман мінездеріңізді жеңіп, идеалды образыңызға ұмтылыңыз. Екінші болмаңыз.
Құрметті достар, енді бұл кітаптың алғашқы бетіндегі аннотациясын сіздерге кішігірім оқып берейін. Бұл кітап негізінен мотивациялық өте керемет кітап. Бірақ құр мотивация емес, шынымен жұмыс істейтін методикалар дәл осы кітапта бар және кездеседі. Аннотациясы былай басталады. Табысты кәсіпкер, ресторатор Қуаныш Шонбай бұл кітабында тұлғаны және бизнесті дамытуға қатысты ақпараттармен бөліседі. 2,5 жылда Руми Гроуп мейрамханалар желісі ең дәмді, танымал және беделді брендке айналды. Алайда оны білетіндер осы 2,5 жылды ғана көреді. Ал бұған дейінгі Қуаныш Шонбайдың 8 жыл бойы шыңдалған, дайындалған, қателескен, өкінген, банкротқа ұшырап, қайта көтерілген көбі білмейді де. Автор өзінің мысалында келтірген даму жолдары мен оның қазақша жеңіске жету теориясы өзіңізді және кәсібіңізді жаңа деңгейге көтеруге көмектеседі. 19 жасында алғашқы миллионын тапқан кәсіпкердің ақыл кеңестері кез келген жанға пайдасын тигізері хақ. Кішігірім компаниядағы менеджерден бастап, мектеп мұғалімі, алпауыт компанияның атқарушы директоры да бұл жазбадан өзіне қажет кеңес таба алады. Жүзеге асырда өзгерістерге қадам жаса. Шынында да өте мотивациялы, күш беретін, жігер беретін сондай сөздер. Ал бұл кітапқа жалпы шолу жасайтын болсақ, кітап негізінен 7 тараудан тұрады және ең соңында түйін қорытындының орнында. Құрметті достар, бұл кітаптың дәл қазір мен 3 тарауын сіздерге тақырыптарын оқып беремін және не айтылған жөнінде айтамын. Ал қалған 4 тарауын келесі бір видеомызда айтатын боламыз. Ендеше бірінші тарау. Бұл кітап кімдерге арналған? Шынында да. Румидің хикаясы 2,5 жыл қосылған 8 жыл. Яғни бұл бірінші бөлімінде 2,5 жылда жеңіске жеткен тәжірибесімен бөліседі және оның алдында жеңіске ұшыраған 8 жыл жөнінде Қуаныш Шонбай айтып өтеді. Одан соң өкініш, ұят, банкрот. Міне, бұл сол алдында құлаған, өкінген 8 жылдың ішінде болған оқиғаларды қамтитын бөлім. Одан соң өзің қандай болсаң, бизнесіңде, карьераңда сондай. Яғни бұл жерде Қуаныш Шонбай жеке бренд жөнінде, өзіңді қалай дамыту керек жөнінде сөз қозғайды. Екінші тарау, бізде қандай проблемалар бар? Шынында да достар, қазақтарда, өзіміздің қандастарда әрбірімізде проблема жетіп артылады. Және осы бөлім сол маңызды мәселелерге арналады. Біздің проблемалар, яғни бұл жерде Қуаныш Шонбай қазақтардың басындағы проблемалар жайлы айтып өтеді. Форманың жоқтығы немесе барың мен жоғыңның айырмашылығы. Бұл жерде Қуаныш Шонбай нақты бір іспен, нақты бір саламен айналысуға кеңес береді. Ішкі комплекс, жеңіс үшін таптырмас қазына. Бұл жерде Қуаныш Шонбай шамасы өзінің өміріндегі ең маңызды біліммен, ақпаратпен бөліскен. Себебі ішкі комплекс бұл әрбірімізде бар достар. Әрбіріңіздің кемшілігіңізді өздеріңіз білесіздер. Менің кемшілігім өзіме белгілі. Сол секілді Қуаныш Шонбай ағамыздың да кемшілігі өзіне белгілі болған. Алайда ол кемшілікті тек қана проблема деп түсінбей, оны жеңіс үшін таптырмас қазына дейді. Себебі, егер сіз ішкі комплекстеріңізбен күресіп, оларды жеңіп артқа тастасаңыз, онда бұл нағыз қазынаға айналары хақ. Одан соң сылтау, яғни әрбір адам сылтау айтады. Неге оқымайсың десе, қолым тимейді, неге жұмыс істемейсің десе, оқуым бар, неге мынаны істемейсің десе, анадай, мынадай. Бұндай сылтаулар, құрметті достар, әрбірімізде бар және әрбіріміз сылтау айтамыз. Соның жеңіске кедергі келтіретін Қуаныш Шонбай дәл осы бөлімде айтып өтеді. Неге батыс кітаптары бізге көмектеспейді? Шынында да достар, батыстың кітаптарын оқитын адамдар өте көп, бірақ жетістікке жетіп кеткені өте аз. Қуаныш Шонбай бұл бөлімде соның сырын ашады. Батыстағы модель қазақша модельге қарсы, яғни батыстағы ойлау жүйесімен қазақ қандастарымыздың менталитетінің екі бөлек екендігі жөнінде Қуаныш Шонбай осы
бөлімде айтып өтеді. Және Қуаныш Шонбайдың бұл кітабының ерекшелігі әр тараудың соңында ол өзі жеңіске жетуіне көмектескен фильмдермен және кітаптармен бізбен және сіздермен бөліседі. Үшінші тарау жеңісті алыстататын адыраспандарымыз. Бұл тарауды мен бастағанда шынында да маған өте қызық болып көрінді. Себебі адыраспан деген бұл қазақ халқында жаман бәле-жаладан аластайтын шөп. Ал бұл жерде Қуаныш Шонбай бізді жеңістен аластайтын өзіміздің жаман мінездеріміз бен қасиеттеріміз жөнінде айтады. Яғни соларды адыраспан деп көрсетеді. Яғни ол бізді жеңіске жету жолында, даму жолында, өзгеру жолында тосады, яғни кедергі келтіреді. Сол себепті одан қалай арылудың жолдарын, құрметті достар, дәл осы бөлімде Қуаныш Шонбай ағамыз айтады. Бұл бөлімнің бірінші тақырыбы қазақтардың жеңіске жету формуласы. Яғни бұл жерде нақты формула көрсетіледі. Екінші жеңістің адыраспандары. Міне, яғни оған кедергі келтіретін жаңағы мінездер, тағы басқа әртүрлі көзқарастарды Қуаныш Шонбай осы бөлімде айтады. Адыраспандардан қалай құтыламыз, немесе мойындау туралы шындық. Яғни адыраспандардан құтылудың жолын, жаман мінездер мен қасиеттерден айырылудың, яғни арылудың жолын, сондай-ақ өзімізде егер сондай қасиеттер мен мінездер бар болатын болса, оны мойындау туралы Қуаныш Шонбай айтып өтеді. Қандай сұрақ қойсаң, сондай жауап аласың, неге сұрағы қалай сұрағына қарсы. Достар, дәл осы бөлім мен үшін өте маңызды болды десем мен қателеспеймін. Себебі неге қалай сұрағына қарсы бұл өте керемет жұмыс істейтін формула, достар. Жалпы әрбіріміздің басымызда проблема бар екенін жаңадан айттық. Енді былай ойланып көрейік. Әрбіріміз былай айтамыз. Неге менде ақша жоқ? Неге менің бойым қысқа? Неге мен бұлай жасай алмаймын? Неге мен мынандай жұмысты жасай алмаймын? Неге мен оқуға түсе алмадым? Неге мен қыз таба алмай жүрмін, немесе жігіт таба алмай жүрмін? Неге мен? Дәл осындай мәселе біздің басымызда өте көп, құрметті достар. Дегенмен Қуаныш Шонбай ол мәселелерді жиып қойып, неге сұрағын, қалай сұрағына өзгертуді кеңес береді. Яғни, неге менің ақшам аз емес, қалай мен ақшамды көбейте аламын? Неге менде жұмыс жоқ емес, қалай мен жұмыс таба аламын? Неге менде білім жоқ емес, қалай мен білімді бола аламын? Міне, егер қалай сұрағына түрлендірсек, онда осындай керемет шешімдерге біз қадам басамыз, достар. Жалпы сұрақ сұрау туралы, яғни бұл жерде ұялмай, білмейтін нәрсеңді сұрап алу жайлы Қуаныш Шонбай кеңес береді. Бұл өмірлік аса маңызды сабақ. Себебі, егер сіз бір нәрсені білмей отырсаңыз, онда сіз сұрамайсыз, ал сұрамаған нәрсеңізді білмейсіз. Ондай жағдайда сіз дамымайсыз, алға жылжымайсыз. Сол себепті сұрақ сұрай білу, кез келген адамнан білмейтініңізді сұрай білу, бұл жеңіске жететін үлкен қадам, достар. Және соңында тарауға байланысты кітаптар тізімі. Құрметті достар, мен алғашқы 3 тарауына кішігірім талдау жасадым, тақырыптарды ашып өттім деп ойлаймын. Егер сіздерге бұл видео пайдалы болған болса, өздеріңізге кішкентай болсын ақпарат жақсы, ұнамды және пайдалы ақпарат алсаңыздар, осы каналдың астындағы қоңыраушаны басып менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Жалпы менің арнамда кітаптарға талдау, бизнес сұхбаттар және де әртүрлі халыққа пайдалы видео блогтар шығып тұрады, достар. Сол себепті менің арнама жазылып алыңыздар және видео ұнаса, видеоға лайк басып, екінші болма кітабына байланысты және менің айтқандарыма байланысты видеоның астында өз пікірлеріңізді білдіріңіздер.